Қарағанды кеншілер мәдениет сарайына 70 жыл. Мерейтойда еліміздің танымал әншілер мен қарағандылық әртістер сахнаның сәнін келтірді. Сонымен қатар осы мәдени ошақ түлектері салтанатты кеште өнер көрсетті. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл кешке олар жыл басынан бері дайындалған. Толығырақ Нұрасем Ахан баяндайды. Шара шымылдығы мәдениет сарайының өткені мен бүгіні баяндалған бейнероликпен ашылды. Онда көрерменге 1952 жылдан бергі тарих қойнауынан сыр шертіп, сол кездегі өнер ұйымдарының еңбектері көрсетілген. Мерейтойға орай осы ұжымда қызмет еткен ардагерлер әлемнің түкпір-түкпірінен өздерінің құттықтауларын жолдады. Жалпы былай айтқанда, Қарағанды өңіріндегі, Қарағанды облысында деп айтсақ болады, Қарағанды облысындағы осы мәдени өнердің қара шаңырағы деп айтуға болады. Кеше ғана Сәкен Сейфуллин атындағы драма театрдың жаңағы үлкен 90 жылдық тойында болдық, оны көрдік, жаңағы үлкен тойында. Сол тойда ол кісілерді айтып жатыр, біздің Сәкен театры кеншілер мәдениет сарайына шыққанбыз. 52 жыл сол жерде үйірме болып жүрдік, 54 жылы бөлініп шықтық деп жатыр. Станиславский театры бар бәрі. Сондықтан бұл шаңырақ үлкен қара шаңырақ, қазақ өнерін, оның ішінде осы қазақ мәдениетін үлкен одаққа кешегі кеңестің тұсында дәріптеген үлкен өнер ұжымы. Мәдениет сарайында ине шаншар орын жоқ. Еліміздің жарық жұлдыздары Роза Рымбаева, Маржан Арапбаева, Адилхан Макин қарағандылық өнерсүйер қауымын әсем әнге бөледі. Қазыналы Қарағанды мәдениетінің ошағы кеншілер мәдениет сарайының орны ерекше. 70 жыл бұрын жергілікті сәулетшілер Йосиф Бреннер мен Яков Яныштың жобасы бойынша салынған көркем кешен жылдар бойы кенді аймақ мәдениетінің ауыр жүгін арқалап келеді. Қарағандыдан шығып, қазақтың көгіне жұлдыз болып жанған талантты ұл-қыздардың бұл сахна өнер көрсетпегені кемде-кем. Бұл күні осы салада қызмет етіп жүргендердің еңбегі еленіп марапатқа ие болды. Мерейтой аясында шығармашылық ұжымның 5 қызметкеріне Қарағанды облысы әкімінің құрмет грамотасы беріліп, 4 адам мәдениет саласының үздік атанды. Оған қоса 12 жыл үзбей ән салып келе жатқан көз көргендер ансамбліне халықтық қадағы берілді. Менің өзі жаңағы осы концерт дайындау барысындағы негізгі мақсатым осы кеншілер мәдениет сарайында өте көптеген жаңағы өнерпаздар бар, жас балалар, үлкен кісілер жаңағы сол кісілер сахнаға шығып өнерлерін көрсетсе екен деп. Өйткені негізгі мереке осы кеншілер мәдениет сарайында жүрген, жаңағы осы келіп жүр, қатысып жүрген кісілердікі. Сарайдың тарихы қала халқының тағдырымен біте қайнасып жатыр. Қазір мәдениет үйінде 700-ге тарта адамды қамтитын 25 ұжым бар. Олардың бір қатары 50 жылға жуық көрермен көзайым болып келеді. Нұрасем Ахан, Еркебұлан Бекхожин, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.